Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын әрі өте дәмді тамақ дымляманың жасалу жолын көрсететін боламын. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Дымляма өте жеңіл дайындалады. Ол үшін қызып тұрған қазанға құйрық май немесе іш майды саламыз, одан кейін ірілеп туралған етті саламыз. Етті орналастырып болғаннан кейін кішкене тұз себеміз. Одан кейін көкөністерді салатын боламыз. Ең бірінші пиязды орналастырып шығамыз. Одан кейін ірілеп туралған картопты орналастырамыз. Одан кейін сәбіз, қызанақ және болгар бұрышын салатын боламыз. Жалпы дымлямаға үйдегі бар кез келген көкөністерді салуға болады. Барлық көкөністерді салып болғаннан кейін үстіне тұз себеміз, араластырудың қажеті жоқ. Және де сарымсақ саламыз. Одан кейін лавр жапырағын салатын боламыз. Және қалауынша түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Ең соңында бетін орам жапырақпен жабатын боламыз. Ешқандай да су құюдың қажеті жоқ, өйткені пісу барысында көкөністердің суы шығып, өздері пісетін болады. Ең соңында үстіне тұз себеміз және де орташа отта 1-2 сағат пісіретін боламыз. Мінекей осымен дымляма дайын, жасап көріңіздер, ас болсын.